Баршаңызға сәлем. Қолтықтың терлеуі мен ондағы жағымсыз иіс адамның өзіне деген сенімділігін жоғалтады. Одан құтылу үшін қымбат дезодорант пен түрлі иіссулардың көмегіне жүгініп жатамыз. Бірақ бұл заттар уақытша ғана көмектеседі. Ал егер түбегейлі құтылғыңыз келсе, видеоны соңына дейін қараңыздар. Жағымсыз иістен арылу үшін мына кеңестерді жүзеге асырып көріңіз. 3-4 түйір марганцовканы 1 стакан қайнатылған жылы сумен араластырыңыз. Осы сумен күніне 3-4 рет қолтығыңызды жуасыз. Бұл ерітінді қолтықтың терлеуін тоқтатып, жағымсыз иісті жояды. Емді үзбей 2 апта жүргізу керек. Немесе 100 мл жылы суға 1 шай қасық ас содасын араластырасыз. Осы ерітіндіні қолтығыңыздың айналасына жағасыз. Емді тәулігіне 5 рет қайталаңыз. Ас содасы қолтықтың терлегенін тоқтатады. Лимон жағымсыз иіс тудыратын бактерияларды өлтіреді. Одан құтылу үшін 1-2 тамшы лимон шырынын қолтығыңызға жағасыз. Бірнеше минуттан соң дымқыл сүлгімен сүртесіз. Ал лимон шырыны мен суда араластырып, дезодорант ретінде сеуіп жүрсеңіз де оң нәтижеге қол жеткізесіз. 1 шай қасық ұнтақталған ақжелкенді 1 стакан қайнаған суға салып 5 минут қайнатасыз. Салқындаған соң сүзіп алып, қолтығыңызды сүртесіз. Ақжелкеннің құрамындағы антибактерия жағымсыз иіспен күреседі. 5 мл сутегі асқын тотығын 200 мл суға ерітесіз. Оған мақтаны малып алып, мәселе тудырып жатқан аймақты сүртіп шығасыз. Бұл ерітінді қолтықтағы көзге көрінбейтін, бірақ терлетіп, жағымсыз иісті тудыратын бактерияны өлтіреді. Теріні құрғатады, әрі жағымсыз иісті жояды. Немесе 1 литр суға 3 ас қасық алма сірке суын араластырасыз. Душтан шыққан соң осы ерітіндімен қолтығыңызды сүртесіз. Құрғағанша күтесіз. Егер сірке судың иісі жағымсыз болып жатса, онда аздап эфир майын қосуға болады. Тағы бір өте қарапайым әрі қолжетімді емнің түрі балалар сабыны. Күніне 2 рет қарама-қайшы душ қабылдаңыз. Сол кезде қолтығыңыздың айналасына балалар сабынын жағыңыз. Қарама-қарсы душ пен сабын қолтықтағы барлық жайсыз мәселені шешеді. Құрметті достар, сіздерге видео пайдалы болды деген ойдамын. Егерде видео ұнаса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.